29 тамыз Қазақстан Республикасы әлемдік қоғамдастық және жаһандық антиядролық қозғалыс үшін тарихи күн. Бұл күні 1991 жылы сынақ полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойылады. Бүгін еліміз үшін тарихи және маңызды оқиғаға 33 жыл толды. Семей ядролық сынақ полигоны өзінің қиратушы күші бойынша әлемдегі 4-ші ядролық әлеует. 1947 жылғы тамызда КСРО Министрлер Кеңесінің қаулысымен құрылды. Ол кезде ол нөмірі 2-ші оқу полигоны деген шартты атауға ие болды. Бұл алаңдағы ядролық қарудың алғашқы сынағы 1949 жылдың 29 тамызында өткізілді. Жалпы Семей ядролық сынақ полигонының 40 жылдық қызметі нәтижесінде адамдардың денсаулығына келтірілген залал орасан зор. Бұрынғы Семей облысының барлық аумағы ядролық жарылыстар өнімдерімен ластануға ұшырады, ал 1 миллионнан аса адам әртүрлі доза ауқымында радиациялық сәуле алды. 1989 жылғы 12 ақпанда кезекті сынақтан кейін радиоактивті газдар жер бетіне шығарылады. Бұл оқиға Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы Олжас Сүлейменов басқарған антиядролық қозғалыстың республикада құрылуына түрткі болды. 1989 жылғы 26 ақпанда тікелей эфирде өткен телерадиолық баяндамада ол Қазақстандағы ядролық сынақтарды тоқтату қажеттілігі туралы мәлімдеме жасады. Осылайша 1990 жылғы 2 мамырда республиканың жоғарғы кеңес Семей полигонын жабу туралы қаулы қабылданады. 1991 жылдың 29 тамызында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды. 2012 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елордадағы ірі халықаралық парламенттік конференцияда сөз сөйлеп, ядролық қару сынақтарын түпкілікті тоқтатуды және сайып келгенде ядролық қарудан арылуды жаһандық қолдау мақсатында атом жобасын іске асырудың басталғаны туралы жариялады.